Қазір ютубтан көрейік, так былай. Аянға айтса бекен. Аян, келші мұнда, Аян! Ау, Көркем, шақырдың ба? Иә, сенің көмегің керек болып тұр. Мен мұна оқтайды алда, мұна қамырды жайшы. Бірақ Көркем, мен қамыр жай алмайым ғой. Міне ютубтан қарап жая бер. Болшы, көмектеші маған, әлі пирог пісірім керек. Жарай, тырысып көрейін. Міне солай. Мынау қалай болар екен? Алло, Көркем қалайсың? Не істеп жатсыңдар, бәрі дұрыс па? Жадыра, мә сенсіз қиын екен. Көркем, неғыса мен қамыр жайып, морозильникке салып қойғам. Соны қолдана бер қажет болса? Блин, Жадыра, ты моя спасительница. Как раз мама қамыр жайып қой деп еді, не істерімді білмей отыр едім. Білдім ғой, осылай боларын. Мама дайын қамыр жемейді ғой. Ана қолдан жаятындардан заказ берсем ба деп отыр едім. Ойбай, Аян, сен не істеп жатсың? Ойбай, ау көтек, қатының саған қамыр жайғызып қойған ба? Мен жай көмектесіп жатқам? Ей, кенжек қол Бақжан, қарандар, Аян қамыр жайып жатыр. Ойбай, ол қайдасыңдар? Келін Аянға қамыр жайғызып қойыпты, ешкім жоқ па немене? Алло, кенжек ұл қайдасың? Ойбай, ау жаңа не болғанын көрген жоқсың ғой. Кухняға кіріп қалсам? Кім анау коридорда айқайлап жүрген? Сенің мына балаң подкаблучник болып бара жатырдым. Ана келінің басын әбден айналдырып қойған аушамасы, күйеуіне қамыр жайғызған деген сұмдық қой. Қолынан да дым келмейді екен. Ыбылжып не тірлігі өнбейді. Сондағысы бір үй тазалау мен тамақ жасау ғой, соның өзін қатырмайды. Кенжекүл, сен бұрын қандай келін едің? Ой бой азамен тұрып сиыр сауып, күбіпсіп, құртмайды өлтіріп жасаушы едің ғой. Табаға нан әдемілеп көміп. Бұлар бұның біреуінде жасамайды ғой. Дұрыс айтасың, бұл келінді уақытлы орнына қою керек. Әйтпесем, басымызға шығатын түрі бар. Я, дұрыс айтасың, сондықтан шара қолдануымыз керек. Дайын. Енді самсаларды пісіріп тастасам, әдемілеп шай ішеміз. Көркем, сенімен сөйлесуіміз керек. Біріншіден, басыңа орамал тақ, не анау шашың жалбырап тамаққа түседі ғой. Қазір жаңа ыстықтап шешіп тастағам ғой. Бүгінгі жасаған қылығың енді қайталанбайтын болсын. Ер адам ас бөлмеде жүргені дұрыс емес, ұят емес пе өзің жас келінсің, өзің үлгеруің керек бәріне. Ну, вообще-то, ер адамның әйеліне көмектескені бұл норма. Норма ештеңесі жоқ. Басымды қатырма, енді көрмейтін болайын. Бүгінгі күн, не боп кетті өз азаннан тынбадым. Шаршап кеттім ғой. Студиям да жайына қалды. Ары қарай не болары қызық па? Келесі бөлімді көру үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.